Егіз жүрек. 5 бөлім. Кісікейік емші сол кеткеннен келесі күні түс ауа бірақ келді. Келе сала әйгерімге жиналуды бұйырған. Қыз үшін бұл күтпеген жай болды. Кеше ғана өзін өлімнен құтқарған, жай ғана құтқарып қоймай, адам бейнесін қайтарған осы бір түсініксіз жанға да ол да бауыр басып қалған еді. Өзі де сезет, бұл махаббат емес. Әлде әке, әлде аға секілді пана тұтқаны ма? Әйтеуір бір жылы сезімнің бар анық. Қайда апармақ? Ендігі тағдыры қалай болмақ? Кісікейік емші үнсіз жүріп мұның жиналуына көмектесті. Жылы киім жолға асығын қапқа салды. Сосын әйгерімді қарсы отырғызып, бетіне ұзақ қарады. Оның жанарынан тамшылаған жасты күректей алақанымен сүртіп, жетектеп үңгірден шыға берді. Қыздай ештеңе сұраған жоқ. Кісікейіктен жамандық болмайтындығына сенгенінен болар. Олар көп жүрді. Мұзтаудың қарсыз етегіне түсіп, гүрілдеп аққан тау өзенінің тұсына жеткен ғана тізе бүккен. Сол жерде ғана кісікейік емші қызға тіл қатты. Қазір осы жерде бір адамды күтеміз, деді ол, алысқа көз тастап. Кеше ел жаққа қарай жалғыз өзі өтті. Қателеспесем, бүгін кері қайтуы тиіс. Кейде жалғыз, кейде көшпен, кейде қуғыншылардан қашып. Қызға қараған, ол жәудіреген көздеріндегі қорқынышын жасыра алмай қарап қалыпты. Қорықпа, деді кісікейік емші. Егер оның соңында қуғыншы болса, сен көрінбейсің. Өзі біреулерді шекара қалып бара жатса, алдынан шығасың. Мен көрінбеймін. Ол жақсы адам. Ол адамдарға көмектесіп жүр. Ол батыр. Мен бәрін көріп жүрмін. Саған тиіспейді. Мұзтаудың ар жағына жеткізеді. Олар жақсы адамды ұзақ күтті. Бір кезде кісікейік емші әйгерімге алыс беткейді қолымен нұсқаған. Көз ұшында бір салт атты келеді екен. Жүрісі суыт, жақындай бере байқады. Соңында қуғыншы көрінбейді. Өзі ғана. Көште жоқ. Әбден жақындады-ау дегенді, кісікейік әйгерімді арқасынан қағып, салт аттының алдына қоя берді. Сәл ұзай беріп, қыз артына қараған. Кісікейік емші көрінбейді. Жасырынып қалған сияқты. Атын асығыс желдіртіп келе жатқан салт атты тасадан шыға келген қызды көргенде мылтығына жармасқан. Оның жалғыз екенін көргеннен кейін ғана атының тізгінін тартты. Кімсің? Пер емеспісің? Тұр жолдан былай, деп бастырмалатып барады. Ағатай, пер емеспін, адаммын, адасқан пендемін. Қазір бәрін айтып беремін. Тоқтаңызшы, ағатай. Әйгерім тоқтамай сөйлеуде, салт атты мұқият тыңдады. Кісікейік емші жайында айтқанына да елең еткен жоқ. Білетін секілді. Тек Абзал жайында айта бастағанда селт еткендей болды. Абзал деймісің? Сүйегі табылмады де. Жә, болды, сендім. Арғы бетке ала кетейін деп атын тебініп қызға жақындады. Мінгесе ғой, басқа елде бәлкім бағың ашылар. Артына қыз мінгестірген салт атты жотадан асып, көрінбей кеткенше, құз басынан кісікейік емші олардан көз алмай қарап тұрды. Сосын тізерлей қалып, жерді төпештеп жылап жатты.